ұстаздар, оқушылар, биыл барлығымыз үшін қуанышты мереке десек те болады. Абай Құнанбаевтың туғанына 180 жыл және ұлы жеңіске 80 жыл. Толуына арналған Құрыққұдық ауылының жалпы орта білім беретін мектебінің Ақмола жұлдыздары атты фестивалімізге қош келдіңіздер. Қазіргі қоғамда біртұтас тәрбие бағдарламасының алар орны ерекше. Ол ұлттық, адами құндылықтарға негізделген, жалпы адамзаттық және ұлттық құндылықтарды бойына сіңірген, әлемдік озық білімді игерген саналы адал азаматты тәрбиелеу мақсатын көздейді. Олай болса, осы бағытқа сүйене отыра шығармашылық кешімізді ашық деп жариялаймыз. Бұл кештің мақсаты Абайдың шығармашылығын насихаттау және ұлы жеңісті дәріптеу. Қазақтың маңдайына біткен шоқ жұлдыз Хакім Абайдың мұрасы сарқылмас қазына. Оның жүрекшелімен жазған өлеңдерінің тағылымы тереңде жатыр. Абай жалғыз қазақ халқының ғана емес, адамзаттың ұлы десек артық айтқандық емес. Дара тұлғаны қай жағынан дәріптесек те, біздің елдік халықтық парызымыз болып саналады. Ассалаумағалейкум, Абай досым. Уалейкум ассалам, Ербол досым. Кел, отыр, сөрлет. Абай, тағы да ән жазып отырмысың? Bir сәт демалсаңшы. Әрине досым, тағы да түнмен көз майымды тамызып өлең жаздым. Тыңдашы. Көзімнің қарасы, көңілім санасы, бітпейді іштегі ғашықтың жарасы. Абай, неткен әдемі, ғажап, тамаша. Сүйіндік ауылында 6 бақан болғалы жатыр екен. Соған барсақ қайтеді, сенің өлеңіңді тарту етейік. Әрине, барсақ барайық досым. Жолдағы Құнанбайдың ұлы Абай келіпті. Қасында Ербол дос екен. Абай мен Ербол келді. Ассалаумағалейкум, Сүйіндік ауылының жастары. Абай, Ербол, төрге шығыңдар. Сүйіндік ауылының жастары Абай сендерге жаңа өлеңін тарту етеді. Қабыл алыңдар. Қане, біз де көрейікші. Қане, мен де көрейші. Бізге қатты ұнады. Арғарай әндеріңді шығара бер. Сендерге ұнаса болды жастар. Әрине, болашақта тағы да әндер шығарамын.
Ескендірді біле ме екен? Македония шаһары оған мекен. Филипп патша баласы ермінезді мақтан сүйгіш, қызғаншақ адам екен. Филипп өлді, Ескендір патша болды. Жасы әлең 21-ге толды. Өз жұрты аз көрініп көршілерге көз алартып қарады, оңды солды. Сұмдықпен ғаскер жиып қаруланды. Жақын жерге жау болды, тұраттанды. Көп елде күтінбеген қырды жойды, ханды өлтіріп қаласын тартып алды. Жазасыз жақын жердің бәрін шапты. Дарияның суындай қандар ақты. Шапқан елдің бәрінде бодан қылып, өкіметін қолына тартып алды. Ескендір елді алмаған хан қоймады. Алған сайын көңілі бір тоймады. Атағы талай оның жерге жетті. Жер жүзін алуға талап етті. Есепсіз әскер етіп жарықтанып, есіткен елдерінде жүріп кетті. Алдынан шыға алмады ешкім мұның. Бәрінде алды қорқытты жолдағының. Жан шықпады алдынан тоқтауы жоқ. Жер жүзін жеке билеп алмашқының. Жүре-жүре біресіз шөлге түсті. Алып жүрген суының бәрін ішті. Адам, хайуан бәрі де бірдей шөлде. Басына Құдай салды қиын түсті. Сандалды сардалада су таба алмай. Шөлдегенге жұртқа теді бос қамалмай. Қызметкердің бәрін де өлтірмекші. Болыпты шөлдегенге шыдай алмай. Мысалы астындағы ат одағы ұшты. Ескендерде атының жалын ұшты. Жылтырап сәуле берген бір нәрсеге патшаның ас үстіне көзі түсті. Барса бір сылдыр қаққан мөлдір бұлақ, таспадай бейне арықтан шыққан құлап. Ескендер түсе сала басты қойды. Ішсе су өзгеше тәтті тымақ. Кепкен балық келтіріпті сонда тұрып. Сол суға алды балықты бір жудырып. Иісі дәмі өзгеше болып кетті. Таң қалды мұның бәрі суға жоқ. Ескендер қолына айтты. Бұл неткен су, бәрінде ішіп, бұл суға бетінді жу. Бір бай осы елден су шыққан шығар, өрлеп барып үстіне тігелек ту. Бұл салқын тәтті суға қаныңыздар. Шақ келер маған жан жоқ наныңыздар. Менен шапшаң өрлеп, бұл тәтті салқын суға қаныңыздар. Қақпада шай деп ханым толды. Тұтқасын олай-бұлай қатты жолда. Ашалмады қақпаны үмітізді ақылдасып, тәуір ағамал қылды. Ескендір тоқтау көрмей өскен жан ғой. Келмей ме тоқтаусыздың бәрі дан ғой. Дел сал боп бәрі қайта шықты. Алысып әл келмесін байқаған ғой. Толдықпен хан Ескендір ашуланды. Ашуланып қақпаға жетіп барды. Қақпаны дүбірлетіп қағып, қақпаны аш деп барынша айғай салды. Қақпаның ар жағынан біреу келді. Күзетшісі сол екен дыбыс берді. Қақпаны ашар саған рұқсат жоқ, бұл Құдайға бастайтын қақпа деді. Білмесең, мен Ескендір патша деген. Жер жүзін соғыста бәрін жеңген. Қақпаны аш, хабарыңды айт, білдір маған. Қорлығын өзім тауып көз көрмеген. Мақтымын деп мақтанба, ақыл білсең. Мақты болсын, өзіңнің нәпсіңді жең. Іші тар, көрілмастың біреу сен, мұндай кісі келмейді бұл жерге тең. Талпынған талаппенен мен де бірен. Көп жүрдім кездей келді көрмеген жет. Ең болмаса халқыма көрсетейін, сый қылып белгі берер бір нәрсе бер. Қақпадан лақтырды бір орамал. Сыйым осы падиша мұнан ал, ішінде бір нәрсе бар ақыл берер. Апар да ойланып көзіңді сал. Орамалды қуанып қолына алды. Сый алдым деп халқына қайта салды. Қараса ішінде бір қу сүйек. Бұл не еткен мазағың деп аңтан қалды. Ашуланып сыйына болды кетті. Ең болмаса білмекті, сый бермекті. Осы менің теңім бе деп ақырып, лақтырып жіберді сол сүйекті. Жолдаса Аристотель ақылы мол. Лақтырған сүйекті алады сол. Ханға айтты, қасиет бар бұл сетте. Көзіңе көрсетейін, хабардар бол. Сол күнде Аристотель жеке тарап.
ақыл сөзін тыңдамай барма шара. Таразыны әпкелді сүйекті салып, бір жағына алтын сап өлшеп қарап, таразыны құдыртып орта қалды. Бұл сөзге Ескендір де қарай қалды. Қанша алтынды күміспен салса дағы, бір кішкентай сүйекті аудармады. Мұны көріп Ескендір аңтан қалды. Енді қайтер екен деп қарап еді, бұрынғыдан төсек ауырланды. Аристотель хакімге патша келді. Мына сүйек қазынаның бәрін жеңді. Бұл сүйекті басарлық нәрсе бар ма? Ақылыңмен ойланып тапшы деді. Хакім жерден топырақ алып барып, бір уыс сүйекке шаша салды. Ана басы сылқ етіп жерге түсіп, сүйек басы жоғары шығып қалды. Ескендір мұны көріп астырады, хакімді аулақ жерге шақырады. Таңғаларлық істің болды мұның өзі, мәнісін айтып берші деп сұрады. Бұл адам көз сүйегі деді ханға, тояма, адам көзі мыңмен санға. Жеміт көз жер жүзіне тоймаса да, өзіне тояр, көзіне құн құйғанда. Кәпір көздің дүниеге арам екен, алған сен дүниеге айтам екен. Қанша тірі жүрсең де, өлген күні өзге көзбен бірде-ақ болады екен. Ашуланбай, ей патшам, айтайындар, алтын қақпа бермеді сөзге рұқсат. Сый сұрадың бергені бір қос сүйек, мұны көріп сіз алып ғибрат. Ойлап патшаның ойыны түсті. Құдайым көрсетті деп бұл бір істі, бекерлік екен менің бұл ісім деп, қолын алып жұртына қайта көшті. Азақ сөз айттым, бітті бұл әңгіме, мұны бір өзге сөздің бірі деме. Қарның тойса қайғырма мақтан үшін, тоймас кезің толар деп қайғы жеме. Қу өмір жолдас болмас әлақ өтер, өз күлкіңе өзің қарық болма бекер. Ұятыңмен арыңды малға сатып, ұятсызда иман жоқ түкке жетер. Мақтанасың біреуді мақтасын деп, шау жайыңнан еш адам қақпасын деп. Сен кеткен соң артыңнан күліп қалар, аң тұрғаннан Құдайым сақтасын деп. Ақылсыз өзін мақтап былжырайды, бойыңа өлшеп сөйлесең нең құрайды. Жақсы болсаң жарықты кім көрмейді, өз бағаңды өзіңнен кім сұрайды.
Ұлы жеңіс ұрпаққа аманат, отанға деген сүйіспеншілігін арттыру, оларға патриоттық тәрбие беру, оқушыларды ұлы отан соғысындағы ерлік көрсеткен қазақстандықтардың ерлік істерімен қастерлеп, рухын көтеру, үлгі өнеге тұту, ой-өрісін дамыту. Жеңіс туы желбіресін мәңгі. Жеңіс жыры, асқақтасын жаңғырып. Батырлар бұл жерде намыс қолдан бермеген, жерін қорғап қазақ жауға қылыш сермеген.
Қазақстан, жаза Қазақстан, Қазақстан, байлығым менің тәуелсіз елім ала. Қазақстан, Қазақстан, саға Қазақстан, Қазақстан, жаза Қазақстан, Қазақстан, байлығым менің тәуелсіз елім. Баршаға танулы olan байтақ жерім бар, егемен тәуелсіз қазыналы елім бар. Ашық көк аспаным, асқарлы тау көлім бар. Қазақстаным, Қазақстаным, жасасын қазағым, жаса батыр жастарым. Желбіретіп туды жеңіске жол бастаған, елбасы тарихы мәңгі болсын дастаным. Қазақстаным, Қазақстаным. Қазақстан, Қазақстан, саға Қазақстан, Қазақстан, жаза Қазақстан, Қазақстан, байлығым менің тәуелсіз елім ала. Қазақстан, Қазақстан, саға Қазақстан, Қазақстан, жаза Қазақстан, Қазақстан, байлығым менің тәуелсіз елім. Қазақстан, Қазақстан, самға Қазақстан, Қазақстан, жаса Қазақстан, Қазақстан, байлығым менің тәуелсіз елім ала. Қазақстан, Қазақстан, самға Қазақстан, Қазақстан, жаса Қазақстан, Қазақстан, байлығым менің тәуелсіз елім.
ұлы дала ұлықтаған дастанмын. Тау көтерген толағайдың қолымен дұшпанымның көкірегін басқанмын. Ұлтыма, рухыма қуат болған ерім осындай. Жер жоқ жұртыма жұмақ болған жерім осындай. Сардар ұландай, салған ұрандай, самға қырандай. Азаттығың ғажап күнің, қазақтығың қалқып ұшса арманың бармай. Намыс қайрап айтарым сол мәрт ұлға, тауғы барар танабыңнан тартынба. Қандай ауыр сын сағаты соқса да, қалың елің қазағым тұр артында. Ұлтыма, рухыма қуат болған ерім осындай. Жер жоқ жұртыма жұмақ болған жерім осындай. Сардар ұландай, салған ұрандай, самға қырандай. Азаттығың ғажап күнің, қазақтығың қалқып ұшса.
құрметіне бөленген өнерпаздарымыздың алдағы уақытта көптеген байқаулардың жеңімпаздары атанып, орындаушылық шеберлігімен, талғампаздығымен үлкен табыстарға жете берулеріңізге тілектеспіз дей келе концерттік кешімізді аяқтап отырып, өнер талантын өсіреді деген ақын сөзінен қуат алып, асыл мұраны сақтап, өркендете берейік дегім келеді. Ұлы Абай Құнанбаевтың туғанына 180 жыл, ұлы жеңіске 80 жыл атты шығармашылық фестиваліміз өз мәресіне жетті. Көңіл бөліп тамашалағандарыңызға көп рахмет. Келесі кездескенше сау саламатта болыңыздар.